Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз эксперимент бойынша жасалып жатқан MyFlashFunding компаниясының аккаунтының бірінші этабын аяқтадық, және де сол этапты аяқтау үшін, экзаменді тапсыру үшін бірінші этабын қандай сделкалар аштық, соған разбор жасайтын боламыз. Сонымен кеттік. Так, давайте журналға өтейік. Бұл бізде MyFlashFunding компаниясындағы бірінші этап журналы. Бұл бірінші этапты маған аяқтау үшін 6 сделка қажет болды, және де әрбір сделка қанша риск қолданды, барлығын көріп отырсыздар. Сонымен кеттік. Бұл жерде енді винрайт бізде 66% болыпты, но бұл жерде стоп-лосс тек қана біреу, қалғанның барлығы безубытокпен жабылған болады. Сонымен кеттік. Так, ең бірінші алтынның сделкасына қарайық. Так, мына жерде қарастырылған да. Сонымен біз бұл жерден бірінші не көріп тұрмыз да, мен бұл жерде лонг позициясын ашқам, безубытокпен жабылды. Не көріп тұрмыз? Бізде бағамыз жақта Азия сессиясын қарайтын болсақ, Азияда бізде баға поток приказовпен әдемі жоғары қарай ликвидность шешіп өсіп жатыр. Енді біздің задача не істеу? Осы ликвидностьті шешкен жерін дальше қарастырып, осы лонг поток приказов, яғни ордер флоуды жалғастыру. Енді біз осы біздің сауда системамызда қандай подтверждение өзімізге алдық, соны қарайық. Так, бірінші фактор ол мына жердегі ликвидностьтің шешілуі, то есть бізде алдыңғы зона интересаның ішінде баға келіп ликвидностьті шешті. Енді менің задачам осының ішінде подтверждение күту болады. Мына жерде позицияға кіремін деп шешім қабылдадым. Стоп-лосс мына жерге, тейк Азия сессиясының максимумына қоямын деп шештім. Как бы осылай сделканы ашып отырдым. Бірақ мен ашып отырған кезде баға бізде маған ұнамайтын движение жасады, және де мен осы жерден сделкамды безубыток жабамын деп шештім, и менің сделкам безубыток жабылды. Ал егер мен до конца ұстап отырған болсам, менің сделкам стоппен кетуші еді. Осындай бізде как бы позиция қарастырылды. Так, келесі сделкаға өтейік. Егер сұрақтарыңыз болса, маған комментарийға жазсаңыздар болады. Так, келесі сделка бізде ол тоже алтын бойынша болған. Бірінші сәуір күні. Бұл жерде мен уже 2 R алыппын, и тейкпен жабылғанда 1,5% рискпен. Так, бұл жерде қандай фактор? Тоже самый нәрседе. Мына жерде мен не көрдім? Так, өткен сделканы шықпыстайық. Бұл жерде мен лонгқа ордер флоу көргенмен мен не істедім? Мен осы бағаның жаңа сессия ашылған кезде баға бойынша, актив бойынша анализімді өзгерттім. Себебі мына жақтағы компрессияны баға шешкеннен кейін, плюс мына жердегі ликвидность шешіп имбаланс толтырғаннан кейін мен уже басқаша ойлай бастадым. Значит, баға бізде не істейді? Баға бізде уже шорт структурасында, яғни мына жақтағы үлкен ликвидность шешті, и ол ликвидностьті баға бір жаққа бөліп беру керек та товарды. И мен осы жерден жаңа сессия ашылғаннан кейін шорт позициясына кіремін деп шешім қабылдадым. То есть бізде обратный сторонаға ордер флоудың жалғастыруына сделка ашамын деп шештім. Баға шешті ликвидностьті, потом мына жерде бізге слом структуру берді, и потом осы жерден закрепление шортқа бергеннен кейін мен как бы 2-1 позиция ашқан болады. И нәтижесі менде тейкпен баға барып жабылған болады. То есть баға мына жерде бос берді, слом структура. Мен алдында бірден шортқа маркетпен баса салдым, және де ол маған тейк профитті алып берді. Енді келесі трейд ол менде евро бойынша болған. Евро бойынша тоже бірінші сәуір күні ашылды. 2R қандай фактор болды? Мына жерде не көріп тұрмыз? Бізде тоже самый баға астқа қарай құлап жатыр да, бүкіл ликвидностьті шешіп. Және де бізде Азия сессиясының максимум тоже ликвидность шешіп алған болады. Және де сол ликвидность шешкеннен кейін менің задачам қандай? Дальше бағаның шортқа жоғарыдағы ликвидность шешіп, шортқа подтверждение кірген кезде позицияға кіру болады. Таргет менде мына минимум, яғни дисбаланс болған. Үш таймфреймға өтейік, және де біздің сауда уақытымызға келген кезде бізде баға қандай движение көрсетеді.
яғни азияның минимумы әдейі осы жерде ликвидность қалдырып кетеді, и азияның максимумы не істейді бізде, то есть біздің сауда уақытымызға келген кезде баға бізде мына фракталды максимумды шешіп алғаннан кейін кіші таймфреймда бізге как бы вот шешті, и мына жерде слом структура береді. Бірақ бұл жерде слом структура бергенмен как бы мен мына жерде позицияға кіретін болсам маркетпен, да, то менің тейкім мына жерде болады, то есть маған бұл вариант ұнамайды. Сондықтан мен не істедім, мен бағаның вот ликвидность шешкен, манипуляция жасаған жеріне таман позицияға кіремін деп шештім. Және де кіші таймфреймға өтіп бағаның әрекетін бақыладым. Баға бізде жоғары өсіп, мына манипуляция болған жерге дейін келді, және де қалып қойған ликвидностьті шешуге келді, да. Ликвидностьті шешкеннен кейін және де кіші таймфреймда вот слом структура берген соң мен позицияға кіремін деп шешім қабылдадым. Стоп, маркетпен осы жерде позиция алынды. Стоп, мына максимумның артына. Тейк мен қойғым келген ликвидностьқа қойдым. Және де бұл жерде 2D3, 2D5 R позиция алынған болады. То есть егер де мен мынаның артына қойсам стоппен жабылушы едім, да, мына максимумның артына қою арқылы мен өзімді немножко обезопасил десем болады. Мына жерде жабылдым. Енді бұл сделканы мен тек қана өзім алған жоқпын. Біз оқушылармен бірге отырып, барлығымыз осы сделканы почти алдық десе де болады. Сделка примерно осылай орындалды. Так, менде келесі үшінші трейд, төртінші трейд бізде бұл былайша айтқанда уткамен, яғни ұлдамамызда екінің бірінде, яғни почти барлық трейдерлерде болады, и ол нормальный нәрсе. Главное, сіз өзіңізді дұрыс ұстай алсаңыз болды. Менде мына жерде экзаменнің аккаунтын жабуға қанша 2% қалған болатын, және де сол 2%-ті бірден жауып тастаймын деп 0.5 R алғаннан кейін тейкпен жабылам деп как бы позициямды мен минусқа кетіріп алған болатынмын, то есть үлкен рискке кіріп минусқа кетіп қалдым, и плюс мына жерде вот утка орын алды. Бірақ енді осы жерде менің өзімнің берген қателіктерім болды, соны тоже талқылайық. Мына жерде сделка ашқан болатынмын. Так, то есть бізде баға не істеген, мына жақта жоғары таймфреймді қарайтын болсақ, бізде баға максимумды шешкен и жақсы реакция берген, да, шортқа. И және де мен баға өткен күннің біраз ликвидностьін шешіп алғаннан кейін мына жақта дальше вот баға не істейді, хотя бы вот мына минимумға дейін вот барады деген менде ой болған. Енді қарайық неге бұл жерге дейін бармады. Так, бізде баға өседі, мына жақтағы біраз ликвидностьті шешеді. И шешкеннен кейін мен дальше баға шортқа кетеді деген оймен как бы позиция ашқан болатын кіші таймфреймда. Баға бізде мына жерде слом структура бергеннен кейін мына арада примерно позицияға кіремін деп шештім. Тейк менде мына минимум болды да, бұл жерге кіру себебім, потому что жаңа сессия ашылғаннан кейін мына жерде ешқандай манипуляция болған жоқ. То есть егер баға былай манипуляция жасап минимум шешіп көтерілген болса, мен лонгқа кіруші едім, да, мына жерде ешқандай манипуляция көрінген жоқ, поэтому мен бұл жердегі сделканы дальше шортқа барады деп қарастырған болатын. Енді не болған қарайық, бұл жерде енді стоп болды, мен бір емес бірнеше позицияға кірдім. Так, оны түсіндірем қазір қай жерде кірдім. То есть в моменте баға бізде шортқа қарай құлап бара жатты, и как бы немножко ясно было, да, что баға дальнейшем құлайды. Плюс мына жерде бізде баға закрепление беріп шортқа тоже бір подтверждение қалдырған болатын, және де осы жерде тағы да мен позицияға кіремін деп шештім. Бұл жерде уже 3% риск болды, и мен дальше вот баға мына 2-1-дей максимумды шешіп мына жерден слом берген кезде мен дальше кірем дедім, и менің планым как бы қатты орындалған жоқ, баға барды, мені стоппен жапты. Енді өзімнің кінәм, надо было бір сделкамен отыра беру керек еді, да, и как бы спокойно өтуші едім. Бірақ келесі сделкаларды қарайық. Енді как бы минусқа кеттім, ничего страшного, аккаунттың балансы енді 0-ға түсіп қалды. То есть прибыль да жоқ, убыток та жоқ, да. Енді мен бұл ситуациядан қалай шықтым? Так, минус 4% алғаннан кейін мен келесі 2, яғни 0-дан бастап
то есть 2 сделкамен өзімнің крупный аккаунтымды жаптым. Ол қандай сделкалар болды? Так, евро бойынша қарайық, бізде ашылған трейд как бы осылай жабылды. Тейкпен азиатский минимумда позициямызды жаптық. Соны қарастырайық. Так, примерно менің сделкам мына жерде қарастырылған. Енді сразу айта салайын, бізде неге шорт, потому что бізде баға қатты өсіп кеткен, да, и оған не керек? Оған бізде хотя бы бір коррекция керек. Ол просто не бесконечно өсе бермейді. Оған бір коррекция керек болды, и коррекцияны мен осы Азия сессиясы өткен күннің максимумын шешіп алғаннан кейін қарастырдым. Енді бұл жерде көру себебім қандай? Давайте көрсетейін. Так, кіші таймфреймді қарайық. Бізде Азия өткен күннің максимумын шешкен, және де кіші таймфреймді бізде не көріп тұрмыз? Бізде жоғарыдан ликвидность шешіліп, баға шортқа қарай құлап келеді. Шортқа қарай құлап келді. И осы движениені дальше жалғастырылуын мен өзімнің сауда уақытында қарастырдым. И біздің сауда жасайтын уақыт басталған кезде мен осы жерден сломнан позицияға кірген болады. Енді take profit изначально мына жерде болған. Да, мына 1 сағаттық имбаланстың басталуында. Бірақ мен өзімнің ойымда, яғни азиатский минимумға келген кезде 50%-ын жаптым өзімнің позициямның, және де контекст, яғни өзгеруіне байланысты тоже 50%-ын жапқан болатын. Так, поэтому сделка осылай тұра берсін, а в моменте мен қалай жапқанымды тоже в ходе позиции көрсететін боламын. Так, баға бізде шортқа құлады, қараңыздар, да, и құлап, мына жерде азиатский минимумды как бы шешіп алды. Шешіп алғаннан кейін мен өзімнің 50%-ын мына жерде жауып тастадым азиатский минимумда. Қалған 50%-ын жабу себебім қандай? Себебі баға определенный мықты ликвидность шешкеннен кейін мен контексттің лонгқа өзгергенін байқадым, да, закрепление берді, и мен өзімнің позициямның 50%-ын примерно осы жерде жауып толығымен позициямдан шығып кеттім. Енді не болғанын қарайық. Мен толығымен шыққаннан кейін баға не істеді? Баға дальше лонгқа қарай өседі. Егер де мен дальше отыра берсем мына жерге дейін, мен стоппен жабылушыма едім, да. Вот поэтому контексттің өзгеруіне байланысты позицияны жабу ол өте маңызды, как бы көмектесетін нәрсе деп қарастырсақ болады. Так, и в дальнейшем вот баға осындай әрекеттер жасайды, но вот қарасаңыздар, мына жерде мен безбутик тұрса, мен безбутикпен жабылатын едім. Сондықтан контексттің өзгеру бойынша, егер де өздеріңізді сауда жасайтын болсаңыздар, осы инструментті өздеріңіздің саудаңызға қоссаңыздар болады. Так, менде осылай ашылған болатын. Бұл жерде мен 1,5%-пен кірдім, даже 2%-пен, и бірде жеті 3,4% өзімнің аккаунтыма жасадым. Так, келесі сделкаға разбор жасайық. Ол алтын бойынша болды. Болған кіру себебім қандай? Бізде баға өткен күннің максимум шешкен, 2-1 максимумда equal high'ды шешіп алып, Азия сессиясында шортқа қарай, то есть ликвидностьтер шешіп бізде құлап жатыр, да. Және де мен осы жерде, так, зона интересі ретінде мына ликвидность шешіп алған жерді қарастырдым. Егер де баға осы жерге келетін болса, дальше шортқа кіремін деп шештім. Енді көрейік, біздің сауда уақытымызға баға келген кезде не көрдім, да. Қарайық, бізде мына жерде 2-1 high тұр, equal highs. И бұл 2 equal highs не болады, как бы ликвидность ретінде қарастырылады. Және баға осы жерге келген кезде істейді, осыны шешіп алып, дальше құлайды деген сөз, да. И мына жерде дәл сондай болған, бізде әдейілеп минимумдарды кішірейте берген ликвидность ретінде бір рет памп жасап, бағаны өсіріп, мына жақтағы ликвидностьтің барлығын шешіп алғаннан кейін продажа болған. И мына жерде дәл сондай сценарий қайталанады деп, мен шорт позициясына кіремін деп шештім. Take қайда? Take примерно мына жақтағы ликвидностьтарға қойылған болады. Так, мынаны алайық. Бұл шешілу себебі бұл шешілмеген ликвидность. Ал мынау бізде шешіліп қойған ликвидность болғандықтан бұл жерге қойған как бы біраз опасный болды. Енді көрейік. Былай қойайық. Бұл жерде 2.42R. Так, баға ровно менің лимитный ордеріма келіп тиеді. Және де take-қа барады. Да, енді бұл жерде мен
негізі позицияға кірген кезде лимит ордерімді мына жерге қойғам, но бағаның реакциясын көре отырып мен не істедім, мен мына жерде маркетпен позицияға кіремін деп шештім. И осылай позициямды как бы тейкпен жаптым. Осылай мен проб компанияның бірінші этапын аяқтаған болатынмын. Енді примерно 4 күнде 6 сделка ашып жаптым. Негізі мына бір трейд болмаса минусқа кеткен, мен 3-ақ күнде 2-ақ күнде жаба салушы едім да. Вот поэтому позиция ашар кезде сделкаларыңызды ойлаңыздар, почему, вот неге мен бұл жерде ұнамаса неге кіруім керек деп и так далее. Себебі көбісі просто этапты жабу үшін 1% қалған кезде рандомный трейдқа кіре салады, және де содан кейін не істейді, минуспен, там daily лосспен жабылып өзінің аккаунттарын жоғалтып отырады. Поэтому стратегияларыңызға өздеріңіз сенімді болсаңыздар, до конца стратегияларыңызды қолданыңыздар. Сол стратегияны ұстаныңыздар. Себебі сізді ол 5%, 6% прибыль алып келсе, ол сізге в дальнейшем 2-3% прибыльға да алып келе алады. 10%, 20%-ке дейін. Поэтому до конца стратегияларыңызды қолданыңыздар. Бұл енді бізде MyFlashFunding компаниясының бірінші этабының трейдтер болған. Қазіргі таңда мен уже екінші этапты өтіп жатырмын. Сондықтан сәттілік тілеңіздер. Екінші этапты скоро біз аяқтайтын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет.